Егер біз жаратқан иенің қандай екенін сипаттауға тырыссақ, бұл тым қиын болып көрінуі мүмкін. Киелі кітап жазбаларынан жаратқан иенің құпия сыры туралы терең ойлар табамыз. Мысалы, бірде ол Мұса пайғамбарға сөзін арнап, өз қасиеттерін былай деп сипаттады: мейірімді де қайырымды, тез қаһарланбайтын әрі өте рахымды. Құдай әрдайым сөзінде тұрады. Осы сипаттамадағы алғашқы сөз мейірімді. Ол еврей тіліндегі рахум сөзінің баламасы. Рахум сөзі рахамим, яғни мейірімділік деген зат есім ретінде де қолданылады. Бір қызығы, бұл екі сөз еврейше рехем сөзімен түбірлес. Ол іш, құрсақ дегенді білдіреді. Демек, яһудилердің ойынша мейірімділіктің орталығы адамның ішінде. Осылайша, рахум сөзі ананың қорғансыз сәбиіне деген мейірімге толы сезімдерін көз алдымызға елестетеді. Демек, рахум сөзі зор сезімдерді білдіреді. Кейде бұл сөз, мысалы, Сүлеймен патшаның алдына келген екі әйел жайлы әңгімеде жаны ашыды деп аударылған. Екеуі де жаңа босанған болатын. Ал олардың біреуінің нәрестесі өкінішке орай қайтыс болған еді. Сосын екі әйел де тірі нәресте менікі деп таласты. Сынақ ретінде Сүлеймен сол нәрестені екеуіне семсермен бөліп беруді бұйырды. Сонда бөбектің нағыз анасының жаны ашыды. Ол нәрестесінің өлгенін көргенше басқа елдің оны алғанын артық көрді. Жанашырлығы оның туған ана екендігін көрсетті. Бірақ рахум тек сезімді білдіретін сөз ғана емес, әрекетті де қамтиды. Мына жайт бізді таңғалдырады. Таурат, Забур және пайғамбарлар жазбаларында бұл сөз жаратқан иенің өз сезімдерінен туындаған істерін сипаттау үшін ерекше көп қолданылған. Мысалы, Мысырда азап шегіп, зорлық-зомбылық көріп жатқан Израиль халқының зарын естіген жаратқан ие жаны ашып, оларды құтқаруға ұмтылды. Кейін Израиль халқы қауіпке толы ен даланы кезіп жүргенде аштық көріп шөл азабынан қиналды. Сонда жаратқан ие рахум болғандықтан оларға өз баласындай қамқорлық жасады. Иеміз халықты қажетті ас сумен, киім-кешекпен қамтамасыз етіп, оларды өзі бастап жүрді. Сондықтан жаратқан ие ен далада израильдіктерге өз қасиеттерін ашып білдіргенде өзінің мейірімділігі жайлы айтудан бастағаны таңғаларлық емес. Бірақ жаратқан ие үнемі рахамим, яғни мейірімділік көрсетсе де, израильдіктер одан қайта-қайта бас тартты. Олар жаратқан иенің мейірімділігін елемей, оның орнына жалған тәңірлерге табынуды жөн көрді. Мұнымен қоса, олар бір-біріне мейірімділік көрсетуден гөрі зорлық-зомбылық жасады. Халық осы бүлігінің салдарынан жер аударылып, басқа халықтар арасына бытырап кетті. Израильдің тарихындағы осы қиын мезгілде жаратқан ие Ишая пайғамбарға сөзін арнап, өзін сәбиіне рахамим сезінген анамен салыстырды. Сонда ол былай деген: әлде әйел өз сәбиін ұмыта ала ма? Құрсағынан шыққан ұлын аямай ма? Анасы ұмытып кеткен күнде де мен сені ешқашан ұмытпаймын. Ана сияқты мейірімге толы жаратқан ие өз халқын құтқармақ. Ишаяның жазбасын әрі қарай оқысақ, жаратқан иенің мұны адамдардың азабын өзіне алу арқылы істейтінін көреміз. Бұл уәде Мәсіх Иса осы дүниеге келген уақытқа меңзеді. Жаратқан иенің адамдарға деген ғажап мейірімі Иса арқылы көрініс тапты. Мейірім сөзінің грек тіліндегі аудармасы ойктірмос. Иеміз Иса ауруларды жылы қабылдап, шеттетілген адамдарға қамқорлық жасағанда, олардың шеккен азабын көріп, жаны ашыды. Сөйтіп Мәсіх оларды қасына жинағанда, өзін балапандарын қауіптен қорғау үшін қанатының астына алған құспен салыстырды. Иеміз Исаның мейірім көрсетіп, адамдардың азабын өз мойнына алуы ойктірмос сөзінің ең ұлы көрінісі болды. Сонда ол тіпті өз өмірін құрбан етіп, бізге құтқарылу жолын ашып берді. Сол арқылы біз енді Құдай әкенің алдына бара аламыз. Иеміз Исаның мейірім көрсетіп, адамдардың азабын өз мойнына алуы ойктірмос сөзінің ең ұлы көрінісі болды. Сонда ол тіпті өз өмірін құрбан етіп, бізге құтқарылу жолын ашып берді. Сол арқылы біз енді Құдай әкенің алдына бара аламыз. Иеміз Иса шәкірттерін өзінің мейірімге толы өмірін үлгі етуге шақырды. Сонда біз басқалардың қайғы қасіретіне ортақтасып, қиналып жатқандарды жұбатуға және адамдар шеккен азап бейнетті жеңілдетуге қатысамыз. Осылайша біз де жаратқан иенің жанашырлығы мен мейірімділігін көрсете аламыз. Мәсіх Иса бұл туралы былай деген: көктегі әкелерің қандай мейірімді болса, сендер де сондай мейірімді болыңдар. Осылайша біз жаратқан ие өзін сипаттау үшін қолданған алғашқы сөздің мейірімді екендігі қаншалықты орынды болғанын көреміз. Сонымен не өзіміз, не басқалар азап шеккенде жаратқан иенің жаны ашып, соған сай әрекет ететініне сенімді бола аламыз. Сонда ол бізді өзінің ғажап мейіріммен қабылдайды.